Алматыға Жәке келді. Алмай шашамай жүрсіз бе әрдайым. Осы алған үйіне таныстырып, кішкене көріністер беріп, машиналарды таныстырып. Алмай шашамай жігіттер. Жақындарымыз аман болсын. Ассалаумағалейкум, армысыңдар. Здравствуйте, гуддай, нихау, мараба, гамарджоба, гуддинтақ. Табырас етіңіз Жәке. Жоқ болды. Мына жерге келсек, Дархан бауырым ағасына көлік сыйлайын деп жатыр екен да. Мен қазір сіздерге кішігірім мотивациямен 3 адамды дәлелмен айтып кеткім келіп тұрды. Өздеріңіз көріп жүрсіздер осы кезге дейін. Бірінші Нұрдәулет. Осыдан бірнеше жыл бұрын ешқандай машина жоқ еді, өздеріңіз білесіздер. Бірінші машинаны әрине мен сыйлаған BMW сары. Астанаға олар келген кезде, мен камерама отырғызған кезде, оларда эмоция бөлек болды. Мә, Жасик, осындай машина бар ма не депті. Енді аз жылдың ішінде көрсеткіші міне. Көріп тұрсыздар. 200 миллион теңгелік машинада. Яғни айтқым келетіні, талант жоқ, талпынысы бар да бастысы. Өздеріңіз білесіздер, дауысы да жоқ, ешқандай бір киноға, бір актерлық шеберлігі жоқ. Бірақ оның өмірге деген талпынысы мықты. Содан кейін осындай дәреже жетіп жатқан себебі де сол шығар. Потому что бірақ бір дәрежеге жету үшін де достық шынайы болу керек. Оның білмейтін мен айтам, менің білмейтін ол айтады. Соның арқасында мен де бір дәреже жеттім, ол да осындай дәреже жетті, өздеріңіз көріп тұрсыздар. А екінші мойындайтын адам әрине ол Дархан. Потому что осыдан 1 жыл бұрын менен ақша сұрап жүрген бала айтты. Жәке, көмектесерсіз ба деп. Мен бір рет емес, 2 рет көмектесергем. Бірінде 5 миллион, бірінде 10 миллионнан жоғары ақша берген. Қазір мен шақырайын. Мен оны былайын айтайыншы. Бірінші машинамды алған кезде Жәке қарызға берміштен, квартира алып атқан кезде 15 миллион теңге Жәке маған қарызға берген квартирам үшін. 15 ба, 12 ма? 15 бердіңіз. 16 бердіңіз даже негізі. Сол кезде. Короче, менен бір рет емес, 2 рет алды. Екеуінде бірінші вовремя қайтарғаннан кейін екіншісінде бердім. Енді мен просто айтайын дегенім бұл жерде мотивация. Просто кішкене уақыттың ішінде осындай дәрежеге жетті де, менің алдымда тез көтерілген бауырларымның бірі осы негізінде. Әрекетін жаса, берекесін Аллах берем дейді ғой. Міне осы бауырымыз тез көзге көрінген жігіттің бірі осы негізі. Екі бизнесмен болса, үшінші сен боласың деген бар ғой. Сол үшін бірімізге осындай жол сілтеп отырамыз, бірақ соның арқасында міне кеше ғана Дариконға BMW сыйлады. Қазақстанда білмеймін, ондай көрген жоқпын. Екінші міне ағасына сыйлап жатыр. Просто көрсете салайын. Міне потолок, красавчик. Жәке, сізге ең басты Алла разы болсын. Қазір айтып жатсыз, мен есіме түсіп жатыр ғой өзі. Молодец. Жоқ, мен осындай еңбектенетіндерді жақсы көремін. Чем талантпен бір дәрежеге жеткеннен қарағанда, таланты жоқ бір дәреже жеткен адамның ол еңбегі өте мықты болады да. Сол үшін мен мойындап отырмын. Жәке, рахмет. Үшінші мойындайтын болса, Әшер бауырымды мойындаймын. Потому что өзінің керемет дауысы болмаса да, талпынысы өте мықты. Чем маған дауысты болып тұрып біреулер жете алмай жатқан дәрежесі бар ғой, бірақ дауысы болмай осы дәрежеге жету, ол өте керемет еңбек та бауырым. Енді дауысы бар десеңші. Енді дауысы бар. Вот сен қайта-қайта еңбектенгеннің арқасында ғой бауырым негізі. Осында мойындаймын. Просто Әлшер туралы айтайын дегенім, таланты барлар қыран болса, таланты жоқтар жыланда. Үлкен бір шың болса, сол шыңға қанаты талмай қыранда шығады, өрмелеп тұрып жыланда шығады дейді. Соған байланысты енді таланты барлар әрине қыран сияқты бір ұшып шығуы мүмкін тез. Бірақ сіз еңбектеніп, сынбай талпына берсеңіз, жылан сияқты өрмелеп, қыранның шыққан жеріне сол жыланда шығады деп айтатқан себебім сол. Короче, сізге қарыз болдым ғой. Сол кезде енді қайтару керек ұят болады деп ойлаймын ғой. Сіз айтты, мен машинамды сатсаңшы дейді, мен қазір керек емес дейді. Сөйтті де тағы 2 жыл жаяу жүрді. Сөйтіп жетіп отқан машинасы ғой. Міне көрдің ба, сабыр етсең, одан да жақсы сүйіншілеп қояды, Аллах бар ғой. Әке шешенің дәрежесін түсіретін де, көтеретін де үйде бірақ бала. Сол үшін түсіретіндерден емес, көтеретіндерден болайық негізі. Міне ағасы бардың, жағасы бар, інісі бар, інісі бар деп осындай машина сыйлап жатыр. Керемет.